Бұл жолы біз талапты жастарды Алматыға іздеп келдік. Болашақтың жобалар мен тың идеялар осы жерде туады. Бүгінгі біздің таныстыратын стартапшыларымыздың өзі де жобаларда өте қызық, ерекше. Ол туралы енді өздері айтып берсін. Эфирде стартап KZ жобасы, біз бастаймыз. Мағзұм, сәлеметсіз? Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Мағзұм, бірден айтайыншы, менің қолыма стартапшылардың тізімі түскенде, сіздің жобаңызды көрдім, бірден ойландым. Автор үшін бұл жобаның тиімділігі қандай? Ақшаны, пайданы қайдан табады деп ойладым да, былай қарасаң, қайырымдылық сияқты. Онсыз да біздің елімізде жұмыс тауып беруге көмектесетін провайдерлер көп. Енді қысқасы сізге сұрақтарым көп. Дайын болсаңыз бастайық. Дайынбыз. Жоғаршымыз. Мендегі бар ақпаратқа қарағанда, сіздің жобаңыз жұмыссыз қазақстандықтарға көмектеседі, несімен? Қандай жоба бұл? Ең біріншіден рахмет интервью шақырғаныңыз үшін. Біз тек қана жұмыссыздарға емес, қосымша жұмыс іздейтіндерге жұмыс береміз. Яғни ол өте күрделі мәселе деп айтуға болады, өйткені көптеген жастар оқудан тыс уақытта қосымша табыс алғысы келеді. Мысалы, бос уақытты. Екіншіден, мысалы, кейбіреуінде кейбіреуінде бірінші жұмыс бар, бірақ та мысалы 2-2 графикпен жұмыс істеген кезде оған бос уақытта тағы да қосымша табыс керек. Және де ол кісілер біздің сервис арқылы сол жұмыс таба алады. Мысалы, дүкендер мен мейрамханаларда жұмыскерлердің тапшылығы бар. Әсіресе кешке қаратай, мысалы кешке немесе демалыс күндері, дұрыс. Жаңа жылда сондай сияқты. Именно сол кезде, мысалы 2-3 сағатта жұмыскер өте қажет соларға. Басқа жағынан бізде студенттер бар, балалармен, бала күтумен айналысатын кісілер бар, зейнеткерлер бар. Былайша айтқанда қызмет көрсету саласы ғана. Әзірше бізде қызмет көрсету саласында. Біздің сервис EasyTap деген қалай жұмыс істейді? Біз дүкендер мен мейрамханалармен келісімшарт жасаймыз, олар біздің мобильді приложениені жүктеп алады. Және де сол қосымша арқылы мысалы жазады, маған ертең осындай уақыт аралықта кассир қажет, немесе жүк тасушы қажет, немесе официант қажет, раннер, сондай сияқты. И жазады, сосын қанша ақша төлейді. Екінші жағына бізде үлкен масса кісілер бар. Яғни мысалы бүгінгі күні бізде 22 000 адам жұмыс істейді сервисімізде. Яғни олар қосымшаның ішінде қандай заказдар бар екен көреді. Мысалы бір мейрамханада, супермаркетте сұраныс пен тапшылық кездесетін орын. EasyTap, яғни қысқаша айтқанда, EasyTap ол жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы көпір. Яғни біздің қосымша арқылы жұмыс беруші адам табады, адам жұмысты табады. Бұл платформа сізге несімен тиімді болды? Бұл платформа маған сабақтан бөлек және тренировкадан бөлек қосымша ақша табуға, сондай-ақ бос жатпай өзімді осы жұмыс істеп жетілдіруге көп үлесін қосты. Сіз студентсіз, Мен 4-ші курс студентімін. Қазақ спорт және туризм академиясында оқимын. Биылғы бітіруші түлекпін. Бұл компания туралы мен өзімнің группаластарымнан естідім. Тиімді график бойынша мен мысалға азаннан кешке дейін сабақта или тренировкада боламын. Ал түнгі уақытта, бос болған уақытта осы түнгі сменаға жұмыс орындарына заявка алып жұмысқа шығамын. Кассада да отыра бересіз. Жалпы бұған дейін сізде жұмыс тәжірибесі болды ма, болмады ма? Бұған дейін жұмыс тәжірибесі болмады, осы EasyTap программасы арқылы шығып. Ең алғашқы жұмыс орныңыз? Тәжірибе жинақтап, жұмыс жасап үйреніп жатырмын. Сағатына қанша аласыз? Сағатына енді әр смена шыққан сайын примерно 8-9 мыңдай, аптасына 3-4 рет шығам, 20-30 мыңдай алам. Аптасына 20-30 мың студенттерге жеткілікті деп ойлаймын. Мен де стипендиядан бөлек қосымша ақша түсіп тұрса жақсы. Бұл да еңбекке баулудың бір жолы.
Мен мысалы жұмыс беруші болайын, иә. Мен жұмысқа алу үшін адаммен алдымен кездескім келеді. Былайша айтқанда сұхбаттасуым керек, оны көруім керек, танысуым керек. Ал сіз бұның бәрін онлайн ұсынып отырсыз. Компьютердің ар жағындағы адамға мен неге сенуім керек? Қараңыз, ол өте жақсы сұрақ. Оған өте жақсы бір мысал бар. Елімізде такси сервистері бар. Ол сервистерде сіз қарайсыз жүргізушінің рейтингін, яғни қанша жұлдыз бар, соншалықты сіз оған сенесіз. Бізде дәл солай. Сіз егер де заявка берген кезде қарайсыз адамдарға, олардың резюме қарайсыз, рейтингіне қарайсыз, және де оған басқа жұмыста берген жаңағы кері ақпаратты қарайсыз. Сол арқылы сіз оған сене аласыз. Екіншіден, адамдар бізбен келісімшарт жасайды. Яғни, адам біздің мобильді қосымша жүктеген кезде, ол онлайн түрде ECP арқылы бізге қол қояды келісімшартқа, және де біз нақты білеміз. Яғни, ол адам нақты сол кісі екендігін. Яғни, ол бізге басқа аты жөнін немесе туған айын жылын жаза алмайды. Біз оның ЖСН арқылы оны біле аламыз. Сосын мен жұмыс беруші ретінде бағанағы қызмет атқарған адамға сағат сайын төлеймін. Сосын оған жұмыс істеп болғаннан кейін баға қоямын, дұрыс па? Иә, қараңыз, адам жұмысқа келген кезде, мысалы дүкенде QR-код болады. QR-кодты сканировать еткен кезде жұмыс уақыты басталады. Жұмыс уақыты біткен кезде қайтадан сканировать етеді. Сол кезде жалпы сағат саны есептеледі. Ол техниканың бәрін өздеріңіз қоясыз? Иә, бүкіл ол біздікі. Техника деген кезде бізде QR-кодты орнату үшін біз тек қана электронды поштаға жібереміз картинканы. Оны магазин басып шығарады, или салады. Болды. Ешқандай өте үлкен ақша керек жоқ сол үшін. И жаңағы сканировать еткен кезде сонда жалпы жұмыс уақыты үшін жұмыскер ақшаны алады әр апта сайын. Ал компания бізге әр ай сайын жалпы бүкіл жұмыскерлер жұмыс уақыты үшін төлейді. Біз жұмыскерлерден ешқандай ақша алмаймыз. Тек қана жұмыс беруші компаниялар бізге сол үшін ақша төлейді. Жұмыскерді тапқанымыз үшін. Негізі бізде белгілі бір қалаға шығу үшін бізге 2-3 күн керек. Неге? Мысалы, 2-3 күнде сіз басқа қалада боламыз. Бірақ та жаңағы мен ол жерге ұшып бармаймын, пойызбен бармаймын. Біз не жасаймыз? Біз ол қалаға арқылы жарнама береміз. Осы мысалы бір әлеуметтік желілерде осындай сіздерде осындай сервис, EasyTap сервис ашылады. Осындай жерлерде жұмыс істей аласыз деп. Адамдар тіркеледі. Біз мысалы көбінесе біз жаңағы ритейл дейді ғой, дүкендер желілерімен жұмыс істейміз. Яғни ол желілер де тек қана Алматыда емес, басқа қалаларда бар. Үлкен бір мысал, Жаңаөзен қаласында біз 2 күнде ашылдық. Яғни сол жерге жарнама бердік, адамдар тіркелді, келесі күні жұмысқа шықты. Жарнаманы қайда бересіз? Әлеуметтік желі. Иә, әлеуметтік желілерде немесе таргетинг бойынша. Таргетинг арқылы, иә. Сондықтан да біз қазір Қазақстан 12 қалаларында бармыз. Кейбір қалаларда жұмыс өте көп емес. Бір күні басқа қалада боламыз дейсіз. Иә. Қай қала керек болса да жаңағы аудандық орталықтарында да аша аламыз. Ол үлкен проблема емес. Өйткені барлығы бізде онлайн түрде. Енді неге кеңейтпеске? 12 қала. Қараңыз, өте жақсы сұрақ. Негізі, егер де мүмкіндік болса, біз бүкіл әлемге ашуымыз, сондай мақсатымыз бар. Бірақ та ол біз айтатымыз фокус. Яғни біз қазіргі таңда көбінесе Астана мен Алматы қалаларының кәсіпкерлерімен, желілерімен жұмыс істеп жатырмыз. Өйткені осынан нарық өте үлкен. Және де басқа жағынан, мысалы Алматының өзінде 255 мың студент бар. Ол студенттерден сұраныс өте үлкен қосымша жұмысқа. Өйткені олар сабақтан тыс уақытта жұмыс істей алады. Немесе зейнеткерлер болсын, немесе бала күтумен айналысатын кісілер болсын. Ол өте үлкен нарық. Бірақ та басқа қалаларда да аша аламыз. Бірақ та ол ағылшын тілінде step by step деген нәрсе бар. Яғни бірте-бірте бүкіл қалаларда да боламыз. Жалпы біз бір жылда не түсіндік? Нарықта инвестиция деген көп. Жастарға көптеген стартаперлер солар біледі. Нарықта өте үлкен инвесторлар бар. Біз бірнеше бағдарлама түсірдік. Барлық жастардың айтатыны осы. Ұсыныс аз,
инвесторлар көп, дұрыс па? Иә, өте дұрыс. Сондықтан қорықпаңыздар жастар. Қаржы құям дейтін үлкен жомарт жандар бар екен. Және ең бастысы үлкен бір стереотип бар бізде қазір мемлекетімізде, яғни бүкіл инвесторлар ол бір ағалар, яғни сенің барлығын бизнесін алып тастайтын, бүкіл 90% бизнес алып тастайтын сондай кісілер жоқ. Негізі ол қазіргі таңда біз білетін инвесторлар өте жоғары деңгейде, ниеттері таза, құндылықтары дұрыс кісілер. Бізде мысалы инвесторлар қатарында өте үлкен жақсы кісілер бар. Олар ешқашан бізге сұрамайды, неге осындай сенде проблема бар, бизнесті алып кетемін, сондай сияқты. Наоборот, керісінше олар бізге көмектеседі. Қандай көмек керек? Сондықтан да Сөзіңізді растау үшін айтайық, сіздің үлесіңіз қанша? Бізде менің серіктесім екеумізде 80%-дан жоғары. Бірақ та бір жылдың ішінде біз $1 миллион жуық ақша инвестиция тарттық компанияға. Так, 80% қанша болады? Жақсы. Әртүрлі этапта әртүрлі болады, сондықтан да 80%-ға жуық бізде серіктесімізде екеумізде бар. Астана Хаб қатысушылары белгілі бір жеңілдіктерге ие болады. Мысалы, салық жеңілдіктері. IT компаниялар Астана Хаб қатысушысы болып тіркелгеннен кейін салық түрлерінен босатылады. Осы босатылған салық түрлерінен туындаған қаражатты олар өз жобаларын әрі қарай жетілдіруге жұмсайды, немесе өздерінің жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге, немесе олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға негізделген іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Тағы да Астана Хаб қатысушылары шетелдіктерді жұмысқа тартатын болса, жеңілдетілген тәртіппен С3 категориясын рәсімдей алады. Әдетте компаниялар бірнеше саты келісулерден өтетін болса, Астана Хаб қатысушылары тікелей осы виза категориясын рәсімдей алады. Ол олардың ең бастысы уақытын үнемдейді. Сонымен қоса біз өзіміздің қатысушыларымызды бұқаралық ақпараттық құралдары және де әлеуметтік желілерде жарнамалаймыз. Олардың сұрауы бойынша өзіміздің инфрақұрылымымызда ивенттерді өткізе аламыз. Негізі Астана Хаб peer-to-peer community принципінде жұмыс атқаратындықтан өзіміздің қатысушыларымызға қоятын белгілі бір талаптарымыз да осы принципке негізделген. Мысалға, IT ментор бағдарламасы бойынша біз стажировканы өтуге дайын жасөспірімдердің тізімін қатысушыларымызға ұсынамыз да, олар өз тарапынан сол тізімнен өзіне жастарды таңдап, өзіне стажировкаға алуға тиіс. Астана Хаб құрылғаннан бері бірнеше стартаптар инкубация, акселерация бағдарламаларын өтіп, қазіргі таңда ірі компаниялармен серіктестікті құрып, үлкен жетістіктерге жетуде. Сәлеметсіздер ма? Біздің команда осында біріншіден біздің кішкентай жүлделеріміз бар. Стартаперлер арасында жылда үлкен бір іс-шаралар өтеді. Өткен жылы біз Digital Bridge деген 6 миллион. Ол уже жоқ. Digital Bridge деген 5 миллион, 5 мың доллар. 5 мың доллар, жақсы бір жүлде алғанбыз. Ол әрине ол біздің ең басты мақсатымыз емес, бірақ та өте жақсы бір жүлделер. Осында біздің командамыз Анастасия ханым. Сіз нақты немен айналысасыз бұл компанияда? Мен TikTok және Instagram сияқты әлеуметтік желілерді Қазақша қалай айтасыз? Біз әлеуметтік желілер. SMM маман. SMM маманы Настя ханым біздің барлық желілерді өзі видеоға түсіп, 2 тілде, 3 тілде сондай. Қазақша да жүргізе бересіз. Керемет. Біздің негізгі аудиториямыз жастар. Мысалы, бұл студенттер, жоғары сынып оқушылары және колледж студенттері. Бұл өте қызықты және менің ойымша жастардың ақша табуға және тәжірибе жинай аласын. Жақсы тренд. Бәрекелді. Шынымен рас айтып отыр. Тағы да басқа бізде күнделікті адамдар жұмысқа шыққан кезде түрлі сұрақтар оларда бар. Сондықтан бізде операциондық команда бар, IT мамандар бар. Бірақ та IT мамандар көбінесе үйден жұмыс істейді, онлайн.
сондықтан да осында бізде командамыз бар, 12-ге жуық адам бар, сату менеджерлері, сату директоры бар, сондай осында бізде команда. Осында бізде конференц зал кішкентай, өте жиналыстарды өткізетін, және де осында менің әріптесім Темірлан осында отыр. Саламатсыз ба, Темірлан? Таныстырып кетейін. Темірлан, енді сіз бас әріптес болғанмен тағы немен айналысасыз? Мен біріншіден мен Мағзумның партнері боламын, біз екеуміз таныстық. Екеуміз егер Мағзум бизнес девелоппен айналысса, мен продуктпен разработкамен. Отыра берейін. Мен РФМШ мектептің түлегімін. Сол кезде мен математика Алматыда, республикандық физика математика. Сол кезде мен математика олимпиададан қатысқанмын. Содан кейін мен Мәскеуде оқыған кезде сол жерде мен ракетный инженер жұмыс істегенмін, оқығанмын, жұмыс істегенмін. Содан кейін мен IT саласына көштім. IT саласында Москвада 8 жыл тұрдым. Атақты ресейлік IT компаниясында жұмыс істедім. Содан кейін менде мүмкіндік болып Лондонға кетуге жұмыс істеуге. Бірақ менде екі таңдау болды. Лондонға кету, либо Қазақстанға оралып бір стартап жасауға. Тәжірибе бар, көргенсіз, білгенсіз, енді соны? Сол шешімді қабылдадым, мен өз еліме бір үлесім қосайын деп. Енді сіздің шетелде жұмыс істеген тәжірибеңіз бар, Қазақстанмен салыстыра аласыз. Бүгінгі таңда IT саласы елімізде қаншалықты дамыған, болмаса дамымаған? Бізде дамып жатыр. Біріншіден біздің ең бастысы біздің құндылығымыз адами ресурс. Мысалы, Қазақстанның мектеп математикасы әлемдегі жақсы деңгейде. Соны қолданып, мысалы, қазір ресми керек көздер бойынша Қазақстанда 10 мың IT компания бар. 2025 жылға дейін Бағдат Мусин 10 мың астам IT маман даярлаймыз дейді. Сондықтан, бірақ жоғары оқу орындардың қазіргі әлемдік трендтерге сәйкес келмейді. Олар үлгермей жатыр. Сондықтан менің ойымша біріншіден біздің Қазақстан IT саласында біздің тәжірибелі IT мамандар өз курстарын жазу керек. Әсіресе қазақ тілінде. Мысалы, біз қазақ аудиториясы бар, оған жеткілікпейді осы тілмен байланысты. Екіншіден, индустрияны қарастырсақ, продукт менеджмент деген бар, ішінде подпрофессия бар да IT саласында. Егер бізде, мысалы, программирование мықты болса, продукт менеджмент кішкентай бір проблемалар бар. Сонда шешу, мысалы, бізде шетелде қаншалықты продукт менеджері бар. Солар курстарын жазып, біздің маманды дайындап алуға. Призывым бар да, шетелде оқитын, шетелде жұмыс істейтін біздің IT мамандар, мысалы, атақты белгілі IT компания жұмыс істейтіндер бар. Олар көбісі бәрі кейбірлері қайтысы келмейді, оның жеке шешімі, біз оған ешқандай бір өзім әсер ете алмаймыз. Бірақ біз олардың экспертизасын тарта аламыз да. Мысалы, біздің стартаптарымыз бар, жобаларымыз бар, компанияларымыз бар, оларда біз проект негізінде, жоба негізінде, проекттің основада шақырып, олардың тәжірибесін аламыз да. Енді мен жұмыс іздеуші ретінде қандай жалақыға үміттене аламын? Адамдар бізбен еңбек шарты арқылы жұмыс істемейді. Олар бізбен қосымша жұмыс ретінде жұмыс істейді. Яғни олардың бізге байланысты ешқандай міндеттері жоқ күнде жұмысқа келуге. Яғни олар бос уақытында жұмысқа шыға алады. Біз адамдар үшін 26% салықтар мен зейнетақы қорына ақша төлейміз. Қазіргі таңда біздің компания 100 миллионға жуық салық пен әлеуметтік сондай салықтар барлығын төлеген елге. Яғни біздің компания арқылы көптеген студенттер өзінің бірінші тәжірибесін алды. Официалды түрде жұмыс істеді. Қазақстан нарығы өте үлкен біздің саламызда. Өйткені үлкен бір проблема бар, мәселе бар жұмыскерлермен. Қандай? Бірақ та біздің инвесторлар бізді ақырындап итеріп жатыр. Шетелге. Шығындар сырт жаққа, өйткені сырт жақта үлкен нарық әлемде. Индонезия болсын, бізде үлкен компаниялар. Клокстер деген стартап бар. Олар Ержан мырза уже шықты сол жаққа, біздің жас балалар. Өте үлкен OneFit деген компания стартап. Олар қазіргі таңда Лондонда уже жұмыс істеп жатыр. Лондонға шықты. Бізде оларға қарап шыққымыз келеді, бірақ та ол да барлығы уақытымен. Шетелде мұндай жобалар жоқ па? Бар. Сіздікі несімен ерекше? Қараңыз, IT жақта копи-паст дейді ғой, басқаларға қарап, оны қайтадан оны копировать етіп,
оны қайтадан кішкене өзгертіп істеу өте қатты дамыған. Кез келген Фейсбуктың өзі де басқа бір сервистерден жасалынған, оларға қарап. Сондықтан да әлемде үлкен компаниялар бар, и инвестор үшін егер де саған ұқсас, бірақ та жоғары деңгейдегі компания болса, өте жақсы белгі. Өйткені нарық бар деп. Керісінше, егер де сен сияқты компания болмаса, ол ненің белгісі? Нарық жоқ. Яғни ол идеялар жұмыс істемейді деген. Шетелге шығу үшін өте үлкен мәселелер бар. Мысалы, заңды түрде болсын, инвестиция жағынан болсын. Бірақ та бір ғана үлкен бір мәселе бар. Барлық стартаптар онымен көрсетеді. Яғни Қазақстанда біз көп сынаймыз, бірақ та бір жақсы жағы бар. Ол бізде барлығы цифрлы түрде. Яғни диджитал. Яғни сен үйден шықпай жатып, келісімшартқа қол қоясың, банк картасын ашасың. Егов бар. Егов деген мобильді қосымша бар. Барлығы онлайн түрде. Шетелде Англия болсын, Германия болсын, Индонезия болсын, оларға әлі күнге дейін көптеген процесстер барлық жазбаша түрде. Америкада банк картасын алу үшін саған 2 апта қажет. Қазақстанда ол 40 секунд. Мінекей. Сондықтан да ол өте жақсы артықшылық. Бірақ та басқа жағынан ол біз үшін бір қиыншылық. Өйткені біз жақсыға үйреніп қалғанбыз, сыртқа шыққан кезде Таңғалып отырсыз ба, ақш-та ондай жүйе қалыптаспаған ба әлі деп. Бірақ та шешілмейтін мәселе жоқ, сондықтан да бастау керек. Әрқашан да қадам жасаған кезде барлығы шешіледі. Егер мысалы IT мамандық деңгейін қарастырсақ, бізде министрлік цифрлық трансформациясы бар. И бізге бүкіл стартап жобаларға тез өз ойларыңды іске асыру үшін инфраструктура береді. Мысалы, егов деген сияқты. Мысалы, біз стартапымызда, EasyTap'та, мысалы, адам, бізде 20 мың адам бар. 20 мың адамның біреуі де бізге офиске келген жоқ. И олардың бәріміз, біз тек қана DIT деген бір сервис бар. Битпен сен өзіңнің облачный СП шығады да. И сен документтерді бәрін ескере аласың. Біріншіден, біздің IT-міз дамып жатыр, біздің адами ресурстар бармыз, біздің мемлекетіміз көмектесіп жатыр. Біз интернет болғандықтан біз конкурентоспособнымыз. Сондықтан, мысалы, бізде көп шетелден келген сервистер бар. Біздің бір стратегиямыз, мысалы, Қазақстанда өте белгілі шетел компаниялары бар. Жұмыс тауып беретін. Жұмыс тауып беретін. Ол сол біздің неге біз өзіміз, егер бізде ресурстарымыз болса, адами ресурс, мемлекеттік ресурс, біз өзіміз неге жасай алмаймыз? Сұраныс бар. Сұраныс бар. Сондықтан біздің бір стратегиямыз осындай өзіміз адам табатын бір ресурс сайт жасау. Болашақта сол шетелдік компанияны нарықтан ығыстыру жоспарда бар ма? Бар шығар. Бар шығар. Жаңа енді айтып өттіңіз ғой, студенттер бос уақытында келіп жұмыс істей алады. Демек, жоғары білімі жоқ жастарда оңай жұмыс таба алады, дұрыс па? Бізде ешқандай шектеулер жоқ. Яғни, егер де адам ресми түрде бізбен шарт жасаса, ол ұрлық жасамаса, сондай үлкен күрделі мәселе болмаса, басқа жағынан. Айтпақшы, мұның бәрі ескеріледі, оның наркологиялық диспансерде, тізімде, тіркеуде тұрған, тұрмағаны, сотталған, сотталмағаны бәрі алдын ала енгізіледі. Қараңыз, адамның рұқсатымен, ең бастысы. Өйткені адамның рұқсатынсыз бұл ол кісі туралы ешқандай ақпарат ала алмаймыз. Екінші мәселе, ол жұмыс берушіге байланысты. Кейбір жұмыс берушілер талап ететіндер бар, талап етпейтіндер бар. Яғни біз көпір болғандықтан, бір жағынан қандай сұраныс бар, оны ғана көрсетеміз. Сондықтан егер де адам, мен рұқсат беремін, мен жеке ақпаратын беру, сондай сияқты оны жүктеп алып, оны көрсете аламын. Басқа сұрағыңызға жауап бере келе. Біз ешқандай шектеу қоймаймыз. Яғни, ол студент болсын, ол 35-те, 40-тағы адам болсын. Мысалы, бізде бір супермаркетте 65-тегі бір ата деп айтуға жұмыс істейді. Ол бос уақытында. Неге жұмыс істейсіз деген сұраққа, ол өзім үшін кішкене уақыт өткіземін, адамдармен сөйлесемін. Қандай қызмет атқарады? Ол жаңағы мерчендайзер, яғни тауарларды орындарына қойып, сондай залдың ішіне жүреді, сондай сияқты.
жалпы жас шектеуі нешеден басталып нешеге дейін? Қараңыз, қазіргі таңда бізде 18 жастан бастап Заң бойынша. Да, заң бойынша. Бірақ та егер бізде сағаттық жұмыс қой, сондықтан бізде оқушыларға да жұмыс бере аламыз. Заң түрінде. Заңда рұқсат берілген. 16 жастан ата-ананың рұқсатымен, да, 14 жастан ол да рұқсат бар, бірақ та кішкене күрделі сұрақ. Сондықтан да біздің мақсатымыз қазір осы жылы 16 жастан бастап рұқсат шегеру. Да. Өйткені бізде көптеген сұраныс бар. Әсіресе білмеймін неге, бірақ та Астана қаласының оқушылары көбінесе бізге жазады. Астана қаланың оқушылары олар көп жазады бізге, рұқсат бар ма, жоқ па. Сондықтан да біздің мақсатымыз оқушыларға да рұқсат беру. Өйткені мысалы Дубайда бүгінгі күні 14 жастан бастап оқушыларға рұқсат берілген жұмыс істеуге. Өйткені ол тәжірибе. Өйткені оқудан басқа, білімнен басқа сен мақсатың адамдармен тіл табысу, бірінші тәжірибе алу. Өйткені көптеген жастар айтады ғой, мен оқудан 4 курс бітірдім, менен тәжірибе сұрайды, қай жерден тәжірибе аламын. Міне біздің EasyDub бар, осында жұмыс істеуге болады. Бізде бүкіл адамдар жаңа ресми түрде жұмыс істейді. Яғни адам 5 сағат жұмыс істеді ма, 20 сағат жұмыс істеді ма, әр апта сайын ол жалақы алады. Бірақ та ол жалақыны ол ресми түрде өз банк шотына алады. Бізде әрбір үшінші адам бізбен жұмыс істей алмайды. Неге? Өйткені мысалға Қазақстанда қазіргі таңда 6 миллионнан жуық адамда кредит бар, несие бар. 6 миллион ішінде 1 миллион адамда 90 күннен асып кеткен қарыздары бар кредитке. Сондықтан да олардың жеке шоттары бұғатталған. Банк алып қояды. Ол кісілер ресми түрде жұмыс істей алмайды. Ол үлкен бір мәселе. Жұмыс істей алады, бірақ оның пайдан тапқан пайдасы банктың есебіне өте береді. Мына жерден біз басқа бір мәселені көре аламыз. Яғни біз мақтаймыз, что бізде барлық банктар цифрлы түрде жұмыс істейді, күшті бір жаңағы рассрочка деген бар, жұмалары бар, әртүрлі. Бірақ та ол банктер адамдарды қарыздарға батырды. Адамдар, мысалы, студенттерде, әрбір студентті қарасаңыз, оның стипендиясы, жаңағы алатын стипендиясы 30 мың теңге бар болса. Бірақ та ішінде қалтасында 500 мыңға телефоны бар. Несиеге алып алған. Сондықтан да менің айтайын деген ойым барлық банктерге тек қана өзін жақсы жағынан көрсетпей, адамдарды финансалық грамотность, финансалық сауаттылыққа үйрету керек, қаржылық сауаттылыққа үйрету қажет. Өйткені көптеген жастар соны түсінбейді. Өйткені бізде сондай өкінішке орай ұлтымыздың сыртқа барлық көрсету, тойды жасайсың, кредит несие аласың, машинаны несие аласың, сондай сияқты бар көрсету, адамдар көрсету. Бірақ та біз мысалы білімге ақша салмаймыз. Сіз көрдіңіз бе, қандай бір ата-ана кредитті алып, несиені алып 7 жасар баласына мысалы үлкен бір жақсы мектепке берген? Жоқ, бірақ та жақсы бір сүндетті жасалады. Сондықтан да ол үлкен бір мәселе, и оны біз шешу қажетпіз. Осы қызметтің бәрін енді әр клиентпен сізде жеке тілдесетін, болмаса әркімнің жағдайын жеке қарастыратын бір командаңыз бар шығар. Жалпы сіздің жобада қанша адам жұмыс істейді? Негізі бизнесте ең бастысы ақша емес, идея емес, ең бастысы ол біздің команда. Яғни егер де сен ұжымында жақсы кісілер болса, миссия өте жақын кісілер, ол үшін бүкіл қиындықта да жақсылықта да бірге команда болса, ең басты нәрсе. Сондықтан біздің команда бар. Біздің мақсатымыз біздің ұжымымыздың санын 25-тен аспау, 25 кісіден. Өйткені біз таза IT компания болғымыз келеді. 100 адам, 200 адам емес, 25-ке дейін, өйткені ол өте комфортты түрде болатын бір сан. Екіншіден, біздің ұжымымызда кімдер бар? Ең біріншіден әрине ол IT саласында жаңағы программисттер бар, IT мамандары бар. Екіншіден, бізде компанияларда немесе адамдарда, жұмыскерлерде көптеген проблемалар, мәселелер туындайды. Менің шотым жұмыс істемей қалды, бұғатталып қалды, жұмысында қосымшада бір проблема бар, мәселе бар, сондай сияқты. Ол кісілер бар, олардың саны 3 адам. Яғни қанша мыңдаған адамдар айына жұмысқа шыққан кезде, оны тек қана 3 адам қадағалайды.
біздің мақсатымыз ол санын өрге жеткізу, яғни ол адамдарды жұмыстан шығару емес, басқа бір жұмыстарға апару. Өйткені біздің мақсатымыз толық 100% автоматизацияланған мобильдік қосымшаны жасау. Мағзұм, жалпы Қазақстанда стартап бастау, оны нарыққа енгізу қиын ба? Жалпы мемлекет тараптан қандай да бір қолдау көрсетіле ме? Біріншіден, мен ойымша, Қазақстанда стартап бастау қиын емес, өйткені біздің нарығымыз өте үлкен, әлі дамып жатыр, әрбір стартапқа орын бар. Мысалы, EasyTap сияқты компания қазіргі таңда екінші компания жасалса, оған да орын болады. Жалпы мемлекет тарапынан осындай жағдайлар ары қарай жасалса, Қазақстанымызда одан да жоғары деңгейдегі стартаптар болады. Олар шетелге шығады. Өйткені біздің басты мақсатымыз экспорт жасау. Яғни шетелден доллар, евро алып, Қазақстанда оны алып келу, енгізу. Біздің миссиямыз адамдарға жұмыс беру арқылы көмектесу. Мінекей, елімізде осындай креативті, білімді жастар әлі де көп. Біз өзіміздің келесі бағдарламамызда тағы талай талапты стартапшылармен таныстырамыз. Эфирде болған Стартап KZ, бізбен бірге болыңыздар.